Бүгін араб тілінен 18-ші сабақ. Шухуру сәна деген, сәна жыл, шухур деген ай. Яғни жыл айлары. Шухуру сәна деген жыл айлары, фусулу сәна деген жыл мезгілдері. Енді бірінші шухуру сәнатил хижрия. Яғни мынаны жыл айлары деп айттық, я? Хижрия деген хижри жыл айлары деген сөз. Енді хижри жыл айлары қандай? Олар біріншісі әл-Мухаррам, одан кейін екіншісі Софар, үшіншісі Робиул әуәл, төртінші Робиул әхир, бесінші Жумадал ула, алтыншы Жумада сәния, жетінші Роджаб, сегізінші Шағбан, тоғызыншысы Рамадан, оныншы Шауал, 11 Зулқада, 12 Зулхиджа. Айтамыз ғой, Рамазан алдында Шағбан айы, Раджаб айы, Ершеб айы деп айтамыз, Рамадан Шауал айы деп, міне сол айлар бұл хижри жыл санауындағы айлар. Енді келесі бізде шухуру сәнатил миладия ва фусулуха. Енді бұл жерде не? Милади жыл айлары. Одан кейін және оның мезгілдері. Енді мына жерде төртке бөлінген, көріп тұрсыздар, қыз, көктем, жаз, күз. Енді осылар бойынша айтамыз. Бірінші шита. Әш-шита деген, әш-шита у деп жазылады, бұл қыс мезгілі, Енді бұл жерде қыс мезгілінде бірінші айы не? Ол десембр, Бұл өзі аты да ұқсап тұр, декабр дегенге, Яғни бұл бізде декабр айы. Оны бір елде десембр деп айтады, кейбір араб елдерінде кәнунул әуәл деп айтады. Яғни екі түрлі атауы бар. Екінші түрі янайр. Янайр біліп тұрсыздар, январ. Кәнуну сәни дегенде екінші аты бар. Кейбір елдерде солай айтады. Дәл солай. Енді әрғайды солай өздеріңіз біліп отырыңыздар, Феврояр. Феврояр бұл февраль. Шубат екінші атауы. Енді келесі әр-робия. Әр-робия көктем. Көктем мезгілі біріншісі мәрис. Мәрис деген март. Әзәр деген аты бар. Екіншісі апрель. Яғни апрель, бізде апрель. Үшіншісі маю, яғни май. Енді келесі бізде әс-соф деген бұл жаз. Жаздың біріншісі июнь. Екінші июнь, июль. Агустус, август. Енді әл-хориф деген күз. Септембр бұл сентябр. Октябрь бұл октябрь. Новембр бұл ноябрь. Сонда осындай 4 жыл мезгілі, яғни біздің милади жыл санауы болғандықтан біздің аттармен бірдей, айлардың атауы. Енді екінші түрлері де бар, ол енді кейбір елдерде ғана айтылады. Жалпы бүгінгі сабақ осылай.